Өзіміздің еңбегіміздің наконец-то жемісін жеп жатырмыз. Арап шөптер бар аздап, ештеңе етпейді. Бисмилля. О, красавчик. В общем, базарский сияқты үлкен емес. Виды да ондай күшті емес. Лай-лай бір жағынан сүтіп қойдым жаңағына. Зато кәдімгідей реальный морковка. Өзім бақшамнан өскен. Бір секундқа ойланып көріңізші міне. Мынандай морковка простой топырақтың мынандай керемет болып шығады. Мына ішін қараңыздар. Міне шөптермен кәдімгідей әп-әдемі болып шығады. Простой топырақтан. Бір дәнді ектім болды. Алдында бір эксперимент өткізген, ол жерде вообще бір үлкен шелекке пушкаға отырғызады ағашты. Кәдімгі үлкен ағаш болып өседі, анау суарады, не істейді. Сосын ағашты шығарады, тамырынан жақсылап қағып, жуып, топырақтарын ағашты шығарып тастайды. Анаусын топырағын қалдырады. Ағаш үлкен уже. Сосын қарайды ананың ағашты. Яғни топырақтың весін қарайды. Бірнеше граммға ғана азайған, бірнеше граммға ғана. Значит, бұл топырақтан емес, ауадан, мына ауадағы нелерді, кірлерді фотосинтездейтін нәрсені жүргізеді. Әрине, су да болады іштерінде. Конечно, су болады. Өйткені ағашты кептіріп жіберсең, почти 2 есе кішірейеді ғой ағаштың өзі. Ішінде су нормально, ағаштың ішінде тоже. Сізге түсіндіріп жатырмын, мен уже бітіріп жатырмын морковканы. Сіздер жақсы көресіңдер ме, жақсы көрмейсіз бе білмеймін. Мен қатты жақсы көремін. Морковный сокты да жақсы көремін. Морковный вареньяны да жақсы көремін. Сосын корейский салатты жаман жақсы көремін. Короче, морковканы ұнатам. Бұрында палаудағы морковкаларды жей алмайтын едім, палаудың ішінде жүретін. Қазір жейтін болғам. Морковкадан не шығармайды? Жетеді рецептер. Короче, асығып отырмын. Морковканы бітіре алмай жатырмын. Морковка үлкен міне. Біздің бұқа жеп қояды. Шөбімен бірге жеп қояды. Давай, же. Давай. Жұт. Кет. Шөп бәрі кетті. Қолымды тек жеме, Красавчик.